Быйыл біздің еліміз ұлы жеңістің 75 жылдығын атап өтеді. Бұл тарихи апат миллиондаған адам өмірін алып кетті. Қалалар мен тұтас елдерді қиратты. Сансыз тағдырларды бұзды. Қанша уақыт өтсе де бұл оқиғаны ешқашан да ұмытуға болмайды. Соғыс туралы, оның батырлары туралы естеліктерді сақтауға бізге кітаптар көмектеседі. Осылайша, біз үшін еркіндікті жаулап алған және бейбітшілікті сақтағандар құрметіне соғыс туралы кітаптарға назар аударайық. Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханада «Желбірейді жеңіс туы» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеге нүктелі бедерлі қаріптер, жайпақ баспада, сонымен қатар электронды тасымалдағыштағы әдебиеттер қазақ және орыс тілінде қойылды. Көрмеге келесідей әдебиеттер ұсынылды: Момышұлы, айтылмаған ақиқат, генерал Панфилов, шындығын айтқанда, Музей апа, соғыс қателікті кешірмейді, Курландия майданы, Ақтанов, шырағың сөнбесін, Әлия, Гүлбаев, өшпес даңқ, жеңіс, победа. Сонымен қатар келесі аудиокітаптар: Момышұлы, Москва үшін шайқас, ұшқан ұя. Жеңімпаз халықтардың және азат етілген халықтардың қасиетті борышы ұлы отан соғысында фашизмді жеңген адамдардың ерлігін қорғау. Біздің оқырмандар арасында осы ұлы жеңістің бір бөлігі болған тұлғалар бар. Олар: Малышев Дмитрий Михайлович, Непомилуева Надежда Павловна, Казиева Фируза Исламовна, Паршина Зинаида Семеновна, Костина Анна Романовна. Бауыржан Момышұлының айтуынша, соғыс туралы естелік бұл тек қайғы-қасірет ғана емес. Бұл шайқас пен ерлік туралы естелік. Бұл жеңіс туралы естелік. Ұлы жеңіс пен оның маңызы ешқашан да ұмытылмауы тиіс.